Сәлем достар, сіздермен бірге мен Мадина. Күллі мұсылман қауымы үшін қасиетті болып саналатын, ерекше мол сауап пен мүмкіндіктер беретін қасиетті Рамазан айы 2023 жылдың 23 наурызына түсіп тұр деп хабарлайды Stan.kz ақпарат агенттігі. Айта кетсек, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының шариғат пен пәтуа бөлімі 2023 жылы діни күндер кестесін бекітті. Оған сәйкес, қасиетті Рамазан айы 23 наурызда басталады. Қадір түні 17 сәуірден 18 сәуірге қараған түнге түсіп тұр. Ал ораза айт 21 сәуір. Рамазан айы әр жылы қайта оралып, мұсылман адамға өз-өзіне жаңадан тәрбие беруге мүмкіндік беретін мұсылман пенденің сабырлығы бойынша емтихан тапсыратын ай. Оразаға ниет еткен жамағат ала таңнан ақшам уақытына дейін сабырлық жасайды. Ораза болғаны үшін кешке дейін ішіп жемейді. Сондай-ақ ашу-ызаға бой алдырмай жұмсақтық танытады. Тұла бойы харамнан, тілін жаман сөздерден, көзін сұқтанудан сақтайды. Атап өтелік жайт, мұқтият діни мерекелерді нақты күндері жаңа айдың көрілуіне байланысты көрсетілген уақытта бір күн шегерілуі немесе алға жылжуы мүмкін деп есептеп отыр. Каналыма жазылып, мені қолдап кетіңіздер. Бәріңізге рахмет.